Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз кешегі өтілген ағылшын әріптерін тағы да бір пысықтап алайық. Және қосымша ережелермен, яғни дауысты дыбыстардың ашық буындағы және жабық буындағы ережелермен толығымен танысатын боламыз. Ағылшын тілінде жалпы 26 әріп бар. Оны кешегіде де айтып өттік. Енді бүгін тағы да бір қайталап еске түсіріп көрейік. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Енді мына жерде қарап тұрсаңыздар, өзі қазақ тіліндегідей ереже сияқты дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар бар. Жазылмай жазылып тұрғандар бізде дауысты дыбыстар A, E, I, O, U және Y. Осы 6 дауысты дыбыстың қазір ашық буында және жабық буында қалай оқылатын ережесімен танысатын боламыз. Оған дейін біз қазір өтілген 26 әріпке қатысты сөздермен танысып алайық. Окей. Apple – алма. Banana – банан. Cat – мысық. Dog. Eat. Elephant. Elephant. Піл. Fish – балық. Giraffe. 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 Hand – қол. Ice cream – балмұздақ. Juice – шырын. King – патша. Lion – арыстан. Mother – ана. Net – тор, яғни сетка. Ocean – мұхит. Panda – панда. Queen – ханшайым. Rabbit – қоян. Student – оқушы. Teacher – мұғалім. Umbrella – қолшатыр. Vegetable – көкөніс. Watch – сағат. Yellow – сары түс. X-ray – рентген. Zebra – зебра. Ашық буын мен жабық буындағы сөздердің оқылу ережелері. Бұл бізде жаңағы айтып өткен дауысты дыбыстарға қатысты. Бірінші дауысты дыбыс A әріпі. Ашық буын болғанда қалай оқылады? Мына қараймыз. И әріпімен аяқталып тұр. И әріпі бізде дауысты дыбыс. Яғни сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталса, И деген бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбысқа аяқталса, бұл бізде ашық буын деген сөз. Яғни, мына осы ашық буында мынау A әріпі алфавиттегідей A болып оқылады. Сонда қараймыз. М, мынау ашық буын. Ашық буында A болып оқылады. A, К. Қалай оқиды екенбіз сонда? Make. Жасау. Келесі сөз. Т, A, К. Сөздің соңындағы мынау И әріпін оқымаймыз. Take. Алу. Cake. Торт. Gate. Қақпа, есік. Plate. Тарелка. Table. Стол. Яғни бұл ағылшын тілінде CVCE words деп аталынады. Яғни C дегеніміз бізде consonant, V дегеніміз vowel, C consonant, E мына сөздің соңындағы мынау И әріпі. Түсінікті болды ғой, Келесі ережеміз осы A әріпінің жабық буындағы оқылу ережесі. Қараймыз, жабық буын дегеніміз сөзіміз дауыссыз дыбыспен басталып, дауыссыз дыбыспен аяқталған сөздерді біз жабық буын деп айтамыз. Міне, C әріпі де, T әріпі де бізде дауыссыз дыбыстар. Яғни, дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Түсінікті болды ғой, Жабық буын дегеніміз. Енді оқимыз. Жабық буында мұны A әріпі, мұны Ә мен Е-нің қосындысы сияқты деген таңбаны береді негізі мынау. Бірақ енді мына жерде мен тапқан жоқпын. Енді осындай таңбаны қойып қойдым. Мынау Ә мен
андай енің қосындысы деген дыбысты береді. Солай жазылады негізі транскрипцияда. Енді қараймыз. Бұл бізде экскаватор, элеватор дегендегі әрпінің дыбысын шығарады. Ал енді оқып көрейік. Cat, мысық. Hat, қалпақ. Map, карта. Cap, чашка. Енді қараймыз астында. CVC words деп қойған. Яғни CVC дегеніміз, міне C дегеніміз consonant, дауыссыз. V дегеніміз vowel, дауысты. C дегеніміз consonant. Түсінікті болды ғой, Келесі әріп бізде И әріпі. Бұл да бізде дауысты дыбыс. Ашық буында алфавиттегідей И болып дыбысталады. Яғни сөздің соңында мына жерде бір ғана мына сөзде ғана екі дыбыс болып тұр, яғни И әрпіне қатысты. Мына сөзді оқып көрейік. Сөздің соңында И әрпін оқымаймыз. Мына ортадағы дыбыс алфавиттегідей созылып оқылады. И болып. Кеттік. Pit, Петя. She, ол. Be, болу. Me, мені, маған. These, мыналар. Complete, толықтыру. Extreme, төтенше. Енді жабық буындағы ережесіне қараймыз. Жабық буында И әрпі қазақ тіліндегідей Е дыбыс сияқты дыбысталады. Pen, қаламсап. 10, 10. Man, ер адам. Get, алу. Red, қызыл. Wet, ылғал. Мына жерде тағы да бір қарап өтейін. Man болса ер адам болады. Men деген уже бізде көпше түрде тұр. Яғни ер адамдар. Келесі әрпіміз I. Міне I. Бұл да бізде дауысты дыбыс. Ашық буында. Яғни алфавиттегідей I деп оқылады. Сөздің соңындағы И әрпін оқымаймыз. Сонда К, I, Т. Kite, батпырауық. Knife, пышақ. К мен Н әрпі екеуі біріп келгенде К дыбысы оқылмайды. Knife, пышақ. Like, ұнату. Smile, күлу. Time, уақыт. Nice, тамаша. I әрпі жабық буында қазақ тіліндегідей И болып дыбысталады. Kid, бала. Big, үлкен. Dig, қазу. Skip, секіру. His, оның. Sit, отыру. Келесі әріп Өу әріпі. Ашық буында қалай оқылады? Spoon, яғни өу болып дыбысталады. Spoon. Сөздің соңындағы И оқылмайды. Қасық, spoon дегеніміз. Stone, тас. Home, үй. Alone, жалғыз. Note, жазба, хат. Өу әрпі жабық буында қазақ тіліндегідей О болып дыбысталады. Dog, ит. Job, жұмыс. Jog, жүгіру. Pop, Stop, тоқтау. Келесі әрпіміз U әрпі. Яғни ашық буында алфавиттегідей U болып оқылады. Cube, текше. Huge, орасан зор, үлкен деген мағынаны білдіреді. Tube, түтік. Tubic деген мағынаны білдіреді. June, маусым. Flute, флейта. U әрпі жабық буында А деген дыбыс береді. Жуан А деген дыбыс береді. Not, жаңғақ. But, бірақ. Bug, қоңыз. Run, жүгіру. Rug, кілем. Ал енді жаңағы ережелердің бәрін жазып, қайта тілімізді жаттықтырып,
жаттығу сөздерді оқып жаттығамыз. Енді біз бүгінгі осы тақырыпқа байланысты жоқ қосымша қарапайым сөйлемдерді айтып үйренейік. Hello, сәлем. How are you? How are you? Қалайсың? Халың қалай деген сөз. I am fine. Мен жақсымын. Немесе I am good. I am okay. Деп те жауап бере аламыз. What is your name? Атың кім болады? Сенің атың кім? My name is Ербол. Менің атым Ербол. Енді әрқайсыларыңыз өздеріңіздің аттарыңызда мынау Ербол деген есімнің орнына өздеріңіздің аттарыңызды қойып айта бересіздер. Мысалға, my name is Рабига. Так, where are you from? Сен қайдан боласың? Немесе қай мемлекеттенсің деп сұраған кезде осы сөзді қолданамыз. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннан боламын. How old are you? Жасың қаншада? Сен қаншадасың немесе. I am 18 years old. Менің жасым 18-де. Немесе өздеріңіздің жастарыңызды 18 деген санның орнына қойып айта бересіздер. Thanks for your attention. Goodbye.